Әңгімені бастамас бұрын арнаға тіркеле кетіңіз. Жаңа өмірге қадам басқан жас мамамын. Осыдан 2 ай бұрын балабақшаға жұмысқа тұрдым. Өмірімнің көлеңкелі тұстары жаныма қаяу салса да тағдырыма өкпе артпаймын. Қазіргі менің жүрегімнің дерті махаббат. Әлі де жас болғанымнан шығар махаббатты бәрінен биік қоямын. Өмірімнің көлеңкелі тұстары деп отырғанымда да ашылмаған сыр жатыр. Мен ата әженің қолында тәрбиеленген қызбын. Анамның бірінші некесінен туылғамын. Өз өмірін бір балаға байлағысы келмеді ме, анам мені 5 жасымда әжеме қалдырып тұрмысқа шығып кетіпті. Ол кісіге де өкпем жоқ. Мен өз әкемді танымаймын. Тіпті оның қайда жүргенін де білмеймін. Сондықтан да шығар ажырасып жатқан ерлі зайыптыларды көрсем, олардың сынған тағдырынан бұрын көз жасы көмейіне тығылған кішкентай балаларды аяймын. Ата-әжемнің қолында мен таршылық көрген жоқпын, қарным тоқ, көйлегім көк болды. Бірақ үнемі қызым деп бауырына баса алмаған анамның мейіріміне, әке қамқорлығына шөлдеп өстім. Нағашы ағамның менімен қатар балалары бар. Олар аға жеңгеме еркелегенде менің ішім әлем-жәлем болатын. Олар мені ешқашан шеттеткен емес, бөлектеген емес. Бірақ туғаны болмаған соң мен үшін жүрегі ауырып елжіремегенін білемін. Көз алдымдағы өмір салқындықпен өрілгендіктен де мен өз қатарымнан ерте есейдім. Ерте ес жидым. Қазір анам мен оның отбасымен бірге тұрамын. Сол кісінің қолында жүріп оқуымды аяқтадым. Әкеміз бөлек болса да бауырларым бар, өгей деген аты болмаса, мен дегенде бөтендігін көрсетпейтін әкем бар. Дегенмен жүрегімдегі мұз толық еріп кеткен жоқ. Осыдан 4 жыл бұрын жүрегімді жібіткен, өмірге құштарлығымды арттырған жігітпен таныстым. Ұйқымды айлы түнгі ұрлатып жүрген жігіт нағашы ағамның сыныптасы. Жігіт менен 8 жас үлкен. 1 жылға жуық хабарлама арқылы хат жазып сырласып жүрдік. Кейін ол маған сезімін білдірді. Сүйгенімнің өзіне махаббатпен жауап бергеннен артық бақыт жоқ шығар. Бақыттың дәмін сол кезде ғана сезіндім десе де болады. Мен ол жігітке тез бауыр басып қалдым. Ол бір-бірімізге шынайы болуымызды қалады. Менен бұрын Айгерім деген есімді қызы болатын. Бірақ үйленеміз деп жүргенде ол қызы басқа жігітке тұрмысқа шығып кеткен. Біршама уақыттан кейін мені кездірген ол барлық сырын жайып салды. Менен еш нәрсені жасырған емес. Мені ұнатып қалғанын, жоғалтып алғысы келмейтінін айтып үйленеміз деп дайындалып жүр. Біздің кездесіп жүргенімізді бірінші естіген менің ағам болатын. Қарындасы ретінде қорғағысы келеме білмеймін, ағам бірден қарсы болды. Маған кездеспейсің деп тыйым салған болатын. Бірақ біршама уақыт өткеннен кейін үнсіз қалды. Мүмкін бізге одан әрі қарсы болатындай себеп таппаған шығар. Мен оқуымды бітіріп жұмыс істеп жатырмын. Жігітім де үйленетін жастан өтіп бара жатыр. Үйленуге рұқсат сұраса, жігітімнің ата-анасы, ата тегі белгісіз біреуді келін деп қабылдамаймыз. Әке шешесіз өскен тастанды депті. Ата-анамның жауапсыздығы үшін мен кінәлі емеспін ғой. Жігітім екеуміз қашып кетіп некелесіп, үйленіп алсақ, бізді ешкім айырып жібермес, ақ батасын беретін шығар деп ойлағанбыз. Бірақ жігітім ата-анасының сөзінен аттап кетуге батылы бармай жүр. Екеуміздің де басымыз қатып кетті. Түн көрпесін жамылғанда жастығымды жасқа малып жылап, таңда атырамын. Өмірде мен жақсы көретін адамдар аз екен. Әкемді мүлде білмеймін. Анама өмірге әкелгеніне қарыздар болсам да, арамыздағы салқындықтың қамалы әрі қарай жібермейді. Шүкір деймін, жоқтан бар жақсы. Жетім болып балалар үйін паналап жүрсем қайтер едім. Бірақ жігітіме деген сезімім басқа тұрдым. Өмірімнің көлеңкелі тұстары жаныма қаяу салса да тағдырыма өкпе артпаймын. Қазіргі менің жүрегімнің дерті махаббат. Әлі де жас болғанымнан шығар махаббатты бәрінен биік қоямын. Өмірімнің көлеңкелі тұстары деп отырғанымда да ашылмаған сыр жатыр. Сирек кездесетін, аз сөйлесетін болып жүрміз. Шындап келгенде ол ата-анасын тыңдайды. Білемін. Сонда мен қайтпекпін.